Мистерге қалай видео монтаж жасау екенін көрсетемін. Ол үшін біз Play.marksке кіреміз. Кіргеннен кейін жазамыз InShot деп. Міне видео редактор и фото, музыка, InShot деп тұрғанға кіреміз, жазамыз, открыть етеміз. Открыть етеміз. Кішкене қатты. Міне видео деген новый басамыз. Новый. Қалған видеомызды басамызды. Оны кесіп алғыларыңыз келсе кішкене ғана видео. Осылай кесіп алсақ экран. В общем, солай. Ал табы қосылған қосуды басып, видео фото деген жазамызды. Мысалы, осылай шығады. Осылай шықты. Егер оқуларыңыз келсе, мысалға стикер. Маған мысалға мына стикер қойын. Жерге қою керек. Мысалға мұнда қоямыз. Осылай тұрады. Сөйтіп, мындан қараңыздар. Мына видео бітеді, одан кейін екінші басталып кетеді. Мындан қараңыздар. Міне. Осылай бастап кетеді. Бұл ең оңай тәсілі. Сіздерге көрсеткен слайд шоуды да осымен жасауға болады. Мысалға былай. Мен шығып кеттім, қазір қайтадан InShotқа. Міне кіріп жатыр. Кірдім. Енді видеоны басамыз. Новый дегенді басамыз. Өздеріңізге керекті суреттер таңдайсыздар. Мысалға мынандай YouTube'тың заттары бар. Слайд жасаймыз. Тезірек болса екен. Мен мысалға өйстіп жасай салайын болды. Галочканы басамыз. Енді өйстіп. Ал музыка алғыларыңыз келсе, осында музыка таңдайсыздар. Песни деген моя музыка. Сіздерде музыка болса, сондай таңдайсыздар. Маған мысалға мынандай музыка керек.
жарайды, мынаны не ете салайын. Болды, енді түк кетеді бізде. Осылай болады. Суреттеріңіз ұзақ болса, музыканың аяғына дейін кетеді. Бұл музыка өте ұзын, сондықтан қысқарақ музыкаларыңыз болса, сөйтіп қоясыздар. Сау болыңыздар достар, сіздермен болған мен Нұрек Про. Видео ұнаса коммент жазып, видеоларымды өткізіп алмау үшін және де колокольчикті басып, тағы да өткізіп алмау үшін каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар достар.